Баршаңызға сәлем, маған тіркеліп мені қолдап кетсеңіздер қуанып қалам. Бізге керегі жылы сүт, жылы су, тұзымызды, қантымызды қосып араластырамыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, дрожжымызды да араластырып, ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетіне сұйық майымызды құйып, 3-4 қайтара басып шығамыз. Көтерілуге бетін жауып қоямыз. Сосискаларымызды қуырып аламыз. Қамырымыз көтерілді. Менде 12 дана сосиска шықты. Қолымыздың көмегімен осылай үстінен сопақша формада басып аламыз. Шет-шеттерін кесіп аламыз. Әдемелеп сосискаларымызды өріп шығамыз. Шет-шеттерін кесіп, өру жолы жеңіл. Сосискаларымыздың бетін полотенцамен жауып қоямыз. Көтеріледі. Көтерілгеннен кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, күнжіттерімізді сеуіп шығамыз. 180 градуста 15 минутта пісті. Сіздер өз пештеріңіздің градусына қарай пісіріп алыңыздар. Ас болсын.